Мен Абилова Раукен Оразалы қызы, зейнет жасын төмендетудегі қозғалыстың алматылық белсендісі. Міне біз бүгін Нұрымоваға келдік, кездесуден шықтық. Онда көтерген осы 5 жылдық көтерген зейнет жасын төмендетуге, Қазақстан әйелдерінің зейнет жасын төмендетіп 5 категориямен, не болмаса 10 жылға моратория жариялауын. Енді 2028 жылы біздің қозғалыстың басталғанына 5-ші жыл болады, сонда зейнет жасын көтермекші. Неге еркектердің жасымен теңестіру керек? Осыған біз 5 категорияны белгілеп бердік. Соның ішінде 2 категорияны Нұғманов, сенатор Амангелді Нұғманов оны жұмыс тобына кіргізіп, қазір соны зерттелуде. Бұл зерттелгенде 5 жыл бойы біздің жұмысымыздың нәтижесі деп те айтуға болады. Өйткені 61 жаста көптеген Қазақстан әйелдерінің зейнетке шығып үлгерді. Бірақ 28 жылы енді тағы көтермекші. Сондықтан біз 10 жылға моратория жариялап отырмыз. 10 жылға осы 61 жасты тоқтатсын деп. Не болмаса 5 категориямен жаңағы 58 жаста зейнет жасына Қазақстан әйелдерін шығару керек деп. Енді біз қарап отырсақ, біздің үкіметімізде отырған, парламентте отырған, мәжілісте отырған, 70-ке келген, пенсияға шыққан кәрі десем енді ренжімесін, үлкен кісілерге пенсия алғаннан кейін барлығын тазарту керек. Өйткені үкімет саласында істеп отырғандардың көбі пенсияны да алып отыр, жұмыста істеп отыр. А біздің жастарымызға жұмыс жоқ болып, олар қандай біз кезінде өзіміз сол балаларымызды оқытып, осы Қазақстанымызда еңбек етсін, осы Қазақстанымыздың біздің беделді азаматы болсын деп оқу бердік, білім бердік. Енді неге біз олардың шетелге кеткенін қарап, қанша ана қан жұтып отыр десем артық кетпеймін. Сондықтан жасы келген барлық жерде отырған пенсионерлер орындарын босатып, қазіргі кезде жастарға орын беру керек. Біздің президентіміз осы жолы айтып өтті, жасанды интеллект болады. Әрбір десін бір университет ашылады жасанды интеллектпен. Енді қараңыз, сол университетте қаншама жұмыскерлер барлығы басқа маман таңдауға мәжбүр болады. Енді біздің бүкіл Қазақстанды маңайындағы ауылдардың барлығы қалаға келіп жатыр. Олардың барлығы осы алдымыздағы жылдары болады, жұмыссыз болады. Бізді айтады, сіздерге күміс жас дайындадық, 20-да 20 болды деп. Күміс жас деген жұмыс деген жоқ, 20-да 20 деген бағдарламасы, ешқандай бағдарлама жұмыс деген жоқ. 50-ден асқан аналардың барлығы жұмыссыз отыр десем болады. Ал ол кісілердің бізді теңестіріп, 63 жасқа еркектермен теңестіргенде, сонда жұмыссыз отырған аналардың саны қанша? Бұл статистика бойынша қаланы ғана алып отыр. Ал ауылды жерлерде қаншама аналарымыз жұмыссыз отыр. Біздің 5 категориямызды да алмай қойсын, мораторияда жарияламай қойсын. Бірақ сол 58 жаста Қазақстан әйелдерін 58 жаста шығара салған осы біздің үкіметімізге оңай болмас па еді. Өйткені біз 20-21 жылдың ғасырдың сол кезде жас болдық, одан ана болдық, одан міне әже болып отырмыз. Енді әже болғанда зейнеткерлік бола алмай, жете алмай, бейнеткерлік болып отырмыз. Сондықтан ақ жаулықты аналар, сіздердің наздарыңызды, айтқан сөздеріңізді барлығын біз баратын жерге барып, мінеки 168 хат жібердік, 300-ге қарай 30 парламентке жібердік. Барлығын саны бар. Осының барлығын мен ойлаймын, біз қайтсек те ақ жаулықты аналар 58 жаста зейнет жасына шығуға
елу сегіз жаста зейнетке шығуын талап етеміз и тоқтамаймыз.